Алматы қаласы Алатау ауданы номер 31 бөбекжай балабақшасында дәстүрлі құндылық рухани тірегіміз атты қалалық семинар өтті. Шараның басты мақсаты бала тәрбиесіне ұлттық дәстүр мен заманауи көзқарасты үйлестіре отырып, жаңа бағыт ұсыну. Семинар 2 кезеңнен тұрды. Алғашқы бөлімде балабақша меңгерушісі Айнұр Бахтиева Жапония тәжірибесі бала тәрбиесіне жаңа көзқарас атты баяндамасын ұсынды. Қонақтар ойын элементтері арқылы түрлі тапсырмалар орындап, арнайы берілген ақша жүлдемен бал бауырсақ жәрмеңкесінде балалар әзірлеген тағамдардан дәм татты. Ал екінші кезең ұлттық салт дәстүрлерге арналды. Тұсау кесу, киіз басу, қой қырқу сынды салттар сахналанып, бүлдіршіндер өз өнерлерін ортаға салды. Кеш тәрбиелік мәні зор көріністерге толы болды. Семинарға Алматы қалалық мәслихат депутаты Рамазан Бекбол Батыржанұлы, ұстаз кәсіподақ төрағасы Серікжан Байгутдинов, игілік басылымының бас редакторы Меруерт Айтенова және аудандық білім бөлімінің өкілдері қатысты. Қонақтар номер 31 балабақша ұжымының шығармашылығы мен ұйымшылдығына жоғары баға берді. Балабақша меңгерушісі Бахтиева Айнұр Юсуповнаның іскерлігі мен ұжымды жетелеуі бүгінгі тәрбиенің жаңа белесіне жол ашып отыр. Ұлттың рухани тірегі салт-дәстүр мен саналы тәрбие десек, осындай игі бастамалар арқылы болашақ ұрпаққа берілетін тәлім ел ертеңінің кепілі болмақ. Алматы қаласынан арнайы білім айнасы үшін Ақерке Амангелдіқызы.